Сәлеметсіздер ме балалар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен қазақ тілі 3 сынып 110 сабақ. Сабақтың тақырыбы 30-34 жаттығу. Балалар, бүгін барлық тапсырмаларды орындаймыз. Сабақтың соңына дейін қарап отырыңыздар. Өлеңнің ұйқасын тауып жаз делінген, я? Сылдыр қағып, таудан құлап, жатыр ағып, мөлдір бұлақ. Келесі 31 жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Балықшының ұлымын. Сексенбеймін дауылдан, селк кетпейтін таудаймын. Ақ теңізде айдыннан, ақ сазандар аулаймын. Батыр екен өзі деп, үлкендер де мақтайды. Жетілетін кезі деп, талабымды жақтайды. Ел сенімін ақтайтын, балалардың бірімін. Мәңгі тыным таппайтын, балықшының ұлымын. Базарбай Исабаев. Ал өлең қай жақтан айтылып тұр? Өлең неліктен балықшының ұлымын деп аталып тұр? Балықшының ұлына сұрақтар дайында. Теңіз айдынына шыққанда қорқыныш сезімі болды ма? Балықты қай мезгілде аулаған дұрыс? Теңізде қандай балықтар көп кездеседі? Мәтіндегі мағынасы түсініксіз сөздерді белгіле. Олардың мағынасын сөздіктен біліп ал делінген. Балалар, каналға тіркеліп лайк басып қолдап отырамыз. Ал балалар, келесі 32 жаттығу. Өлеңнің тыныс белгілерін қойып жаз. Су табиғат байлығы, өзен көлге барғайсын. Кемі 2 рет әр күні суға түсіп тұрғайсын. Ермек Өтетілеуұлы. Сан есімнің астын сыз делінген, я? Бұл жерде сан есім 2 делінген, 2-нің астын сызасыздар. Және де балалар, өлеңнің тыныс белгілері су дегеннен кейін сызықша қоясыздар да табиғат байлығы деп жазасыздар. Үтір қоясыздар, одан кейін өзен көлге барғайсын, нүкте қоясыздар. Кемі 2 рет әр күні үтір қойып, суға түсіп тұрғайсын, нүкте қоясыздар балалар. Ал балалар, келесі 33 жаттығу. Ребусты шеш. Шешуіндегі сөздерді қатыстырып сөйлемдер құра делінген, я? Бұл жерде ребустардың шешуіндегі сөздер сан есім екенін дәлелде делінген. Дәлелдеу үлгісі бұл сан есім, өйткені заттың санын білдіреді. Қанша сұрақтарына жауап береді. Нағашы әжем 56 жасқа толды. Ал балалар, соңғы 34 жаттығу. Жұмбақты оқып шешуін тап. Дәмі де жоқ, тісі жоқ, пайдаланбас кісі жоқ. Жұмбақтың шешуіндегі сөзді сипатта, сен бұл сөзден қандай жұмбақ құрастырар едің? Су, дәмсіз, түссіз, иіссіз тіршілік нәрі делінген, я балалар? Ал балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Менің каналыма тіркеліп лайк басып, подписка кнопкасын басып қойыңыздар балалар. Сіздерге сабақ ұнады деген ойдамын. Ал балалар, келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар балалар.